Сыбайлас жемқорлықтың деңгейін төмендету үшін тұрғындар мен билік арасында осы бір індетке қарсы қоғамдық күш қалыптастыру қажет. Бұл туралы Байзақ ауданында өткен сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестегі мемлекет пен қоғамның рөлі тақырыбында өткен семинар кеңесте айтылды. Шараны жаңару сыбайлас жемқорлыққа қарсы жалпыұлттық қозғалыс ұйымдастырды. Жиынға жергілікті билік өкілдері, мемлекеттік қызметкерлер мен ауыл тұрғындары қатысты. Семинар барысында елімізде жемқорлыққа қарсы қабылданған шаралар мен бағдарламалар кеңінен түсіндірілді. Сондай осы індетпен күреске жауапты сала мамандар өңірде атқарылған жұмыстар туралы баяндап, жасалған қылмысқа сәйкес әрдайым қатаң жаза болатындығын айтты. Алдағы уақытта қоғамдық бірлестік өкілдері осы бағыттағы жұмыстарын Нұр Отан партиясы және билік өкілдерімен бірге жалғастыра бермек. Дәл осындай семинар кеңестер облысымыздың бірқатар аудандары мен облыс орталығында да ұйымдастырылады. Еліміздің әр азаматы өзінің сүйікті отанының патриотымын деп санаса өзін, қазақ елінің өркендеп өсуін, ең дамыған 30 елдің қатарына кіруін қаласа, ол осы жалпыұлттық күреске белсене қатысады деп сенемін.